Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мен Амандық Дәулетбекұлы, антигептил экологиялық қозғалысының алаш жолы қоғамдық қозғалыстарының белсендісі. Сіздерді мына Қазақстандағы масқара жағдайдың тоқтатуына үлес қосуларыңызға шақырамын. Ол жағдай тәуелсіз Қазақстан елінде Ресей Федерациясының әскери сынақ полигондары көптеген миллиондаған гектар жерлерімізді жалға алып, соны қолданып, біздің табиғатымызды уланып жатыр. Бұл әрине Ресейдің проблемасы емес, бұл біздің Қазақстанның азаматтары мен Қазақстан үкіметінің ресми биліктің арасындағы проблема. Сондықтан біз ресми түрде оларға жалға беріп отырмыз, олар бізге жалға алып отыр. Біздің парламент ресми түрде ратификациядан өткізіп, бұл келісім шарттардың барлығын созып отыр. Ең соңғы келісім шарт біздің ақпаратымыз бойынша 2025 жылға шейін. Осыны тоқтату мақсатында 2016 жылғы жер митингтерінде қолданған әдісімізді қолданып, Қазақстанның барлық қалаларынан бір күнде, бір сағатта орталық алаңдарға митингке шығып, үкіметтен осы келісім шарттардың тез арада күшін жоюын, тоқтатылуын талап етулеріңізге шақырамын.